Атырау облысының тұрғындары бүгін сағат 16:15 шамасында Доссор Құлсары Бейнеу тас жолы 10 шақырым тұсында Toyota Camry және Lada Prior автокөліктер соқтығысып, салдарынан Lada Prior автокөлігін өрт алып, жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында қаза тапты. Toyota Camry автокөлігінің жолаушысы оқиға орнына қаза тауып, жүргізушісі мен 2 жолаушысы әртүрлі дене жарақатымен аудандық ауруханаға жеткізілді. Құрметті жүргізушілер, тас жолдарда бас озу ережесіне және жылдамдық режиміне келгенде өзі мен өзгенің өміріне қатер төндірмей басқаруларыңыз сұралады.